1936 жыл Сәкен Сейфуллиннің Аян деген перзенті дүниеге келеді. Аянның атын Мұхтар Әуезов атамыз қойған. Ал 1937 жылы Сәкен Сейфуллин тұтқындалып, 1938 жылы жолдасы Гүлбахрам апамызбен кездесуі өтеді. Аянды сақта, аянды қорға. Мен кінәлі емеспін. Мен ақталып шығам. Бір 1938 жыл тамыз айы Гүлбахрамды НКВД Алжирге айдайды. Жолға шықпас бұрын Гүлбахрам Аянды алып, Сәкеннің туған інісі Мәжитке барады. Мәжит аға, бұл Сәкеннің жалғыз үміті баланы алып